Бәріне сәлем оқушылар, бүгін сіздермен English Plus-тың 43-ші бетіндегі have got, affirmative, possessive adjectives тақырыбын талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркеліп ал, бүгін өте қызықты және қиындау тақырып болғалы тұр. Комментарийге рахмет деп жазып кет. Каналға міндетті түрде тіркеліп, видеоны соңына дейін көр. Сонымен бастаймыз. Бүгін бізде грамматика, have got деген ол бізде менде бар дегенді білдіреді. Ал affirmative дегеніміз оның болымды түрін үйренеміз, және де possessive adjectives, тәуелдік сын есімдер деген тақырыпқа келдік. Сонымен бірінші тапсырмаға назар аударайық. Look at the sentence on page 34, then complete the sentence 1 to 4 with forms have got дейді. Бұл тапсырманы орындамас бұрын мен сендерге кішігірім грамматиканы түсіндірейін. Have got деген негізі have has got ол менде бар дегенді білдіреді. Және де I, you, they, we есімдіктерімен бізде have got деген сөз жүрсе, he, she, itпен бізде has got жүреді. Сонымен қарағандар, I дегеннен кейін міндетті түрде have got жүру керек. Сонда I have got my sister деп арғай кете береді. Түсінікті, she менен ол бізде әрине she болғандықтан has got жүреді. Сонымен бірінші тапсырмаға назар аударайық. I have got my sister and father with me. Бірде have got болады. Егер де балалар мынандай сөзді көрсеңдер, мына апостроф және v көрсеңдер, немесе апостроф және s көрсеңдер, шошымаңдар. Ол просто мына have got деген сөздің қысқартылған түрі апострофпен, немесе has got деген сөздің қысқартылған түрі апострофпен. Яғни мына ha сөзі просто апострофтың астына тығылып қалды деп есептей бересіңдер ғой. Түсінікті ма? Бірде мына have got, I've got болды. Екіде бізде has got, she's got болды. Үште бізде we have got, we've got болды. Төртте бізде көпше болғандықтан have got болды. Түсінікті, е? Мына жерге мен жазып қойдым. Енді екінші тапсырмаға келдік. Choose the correct answer дейді, яғни ережені түсін дейді. We use, біз қолданамыз. With I, you, we мен, яғни I, you мен біз have-ты қолданамыз. Ол жаңа түсіндіргенімдей. Және де he, she пен has-ды қолданамыз. Short forms дейді, яғни қысқаша түрі have got-тың апостроф v. Апостроф v ол бізде have got-тың қысқаша түрі, ал has got-тың қысқаша түрі ол апостроф s болып тұр. Оны түсінікті болды деп ойлаймын. Мына жерде мынаны белгілейсіңдер, мына жерде мынаны белгілейсіңдер, мына жерде have, мына жерде has-ды белгілейсіңдер. Ары қарай үшінші тапсырмаға келейік. Үшінші тапсырмада сендерге былай айтады. Write the sentence include the correct forms of have got дейді, яғни мына have got-тың дұрыс формасын кіргізіп жібер дейді. Сонымен бастадық. Айдан кейін біз білеміз have got болатын. Мін жазып қойым. I have got uncle in the USA. Менде көке бар ақшта дейді. Ары қарай, one of my cousins has dog дейді. Менің жиенімнің біреуі, ода не бар дейді? Жиенімнің біреуінде ит бар дейді, яғни мына жерде has got болады. Ары қарай, we'дан кейін әрине we көптеден кейін v болу керек, яғни have got болу керек. Ары қарай, my grandparents әрине екі адам болғандықтан have got болады. Дәулет sister қыз болғандықтан бұл жерде she's got болады. Яғни has got қой. My friend and I әрине бізде have got болады. Түсінікті болды деп ойлаймын. Ары қарай төртінші тапсырмаға оралайық. Төртінші тапсырмада сендерге былай айтады. Complete the table with the words in the box. Яғни мына боксты мына жоғарыда берілген сөздермен толықтыр дейді. Оны толықтырмас бұрын біз мынаны жаттап алуымыз керек. Яғни мына subject pronoun деген ол бізде есімдік, ал possessive adjectives дегеніміз тәуелдік есімдіктер. Енді қарайық. Ол бізде subject I болса, my менің, яғни бір заттың бір адамға тәуелді екенін көрсетеді. Мысалға I деген мен, my деген менің, you деген сен, your деген сенің, he деген ұлға, his деген оның, she деген қызға, her деген оның қыздың, it деген затқа, its деген оның, we деген біз, our деген біздің, you деген сендер, your деген сендердің, they деген олар, their деген олардың. Яғни my менің, your сенің, his оның, her оның, its оның, our біздің, your сендердің, their олардың деп мына жерді толықтыруымыз қажет.
Сонымен бірде my болса, екіде your болады. His болды, she да бізде your болады. We да ол бізде our болады, және де they да their болады. Міне жазып алсаң болады. Жалпы кімнің деген сұраққа жауап беріп кетеді ғой, түсінікті болды деп ойлаймын. Енді мына тапсырмаға оралайық. Бұл тапсырмада сендерге айтады: choose the correct possessive adjectives дейді. Дұрыс тәуелдік есімдіктер, тәуелдік сын есімдерді тап дейді. Сонымен бастадық. Alina is a Chelsea's fan. But бізде Алина қыз ғой, қыз болғандықтан мына жерде her болу керек. Мына herді белгілейміз. Ары қарай. Ол аударып беретін болсам, Алина ол бізде Челсидің фанаты, бірақ оның ағасы Ақтөбенің фанаты дейді. Ары қарай. Those girls are from Spain дейді. Мына қыздар Испаниядан дейді. Және де қыздар көпше болғандықтан олардың their болады. Their house in Barcelona дейді. Олардың үйлері Барселонада. Үште, Asel is interested in music. Асел бізде музыкаға қызығады дейді. Асел деген қыз ғой, қыз болғандықтан her болу керек демек, мынаны таңдайсыңдар. Ары қарай. Оның сүйікті әншісі Риана. Төртте. My brother and I are American, but our family is from Canada. Мен және менің ағам американдық, бірақ біздің our болады. Біздің деген біздің отбасымыз Канададан дейді. Канададан. Ары қарай. Бесте. Dubai is nice. Дубай жақсы. Дубай бізде жансыз зат болғандықтан бұл жерде it's болу керек. His дей алмаймыз. Its shops are fantastic. Оның дүкендері керемет. Brad Pitt isn't my favorite film star. I prefer Johnny Depp. Brad Pitt менің сүйікті фильм жұлдызым емес, мен таңдаймын Джонни Деппті дейді. Жалпы түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Енді 6-шы тапсырмаға келдік. 6-шы тапсырмада өзің туралы шындықты жаз дейді. Яғни possessive adjectivestарды және де have has got'ты қолданып сөйлем құрастыр. Мен саған құрастырып бердім. Мүмкіндігінше өзгертсем болады. Мен I have got one sister дедім, мына жерге сен two sisters деп жазсам болады. I have got two brothers, менде екі аға бар дедім. We have got house in Астана, бізде Астанада үй бар. My grandmother's has got two cats, менің әжемде екі мысықтар бар дедім. My friends like our school, менің достарым біздің мектепті жақсы көреді. My father likes his car, менің әкем оның машинасын жақсы көреді деп жаздым. Мен сен мына жерде өзгертіп жазсаң болады. Жалпы тапсырмалар осындай түсінікті болды деп ойлаймын. Бүгін біз өткеніміз have has got, яғни менде бар. I use they болғанда have got, he she болғанда has got болады. Қысқартылған түрі we got, қысқартылған түрі s got, яғни апострофты ұмытпаймыз. Тәуелдік есімдіктер дегеніміз мынау. Бір заттың бір адамға тәуелді екенін айтады. Ол менің, сенің деген, яғни my менің, your сенің, his оның, her оның, it's оның, our біздің, your сендердің, their олардың деген болды. Каналға бірден тіркеліп, комментарийге рахмет деп жаз. Мен сені күтемін.